мектепті бітірмей жатып мысалға. Бұл бала 15 жасында қатысты, болды, ары қарай 20 жасында олимпиада чемпионы болды. Өзі Алла тағалам өзі сондай береді, андай қылады, бір дар береді бір балаларға, туылғаннан сондай бір қасиет береді деген сияқты ғой. Бұл енді бұл сондай, бұл өзі сондай балам. Оңайлықпен келетін дүние емес, жаңа чемпион, олимпиада чемпионы болу деген өте керемет дүние ғой ол. Апа, Сүлік апа, бір сұрақ қойын сізге. Боксқа, жалпы спортқа қатысатын жас балаларға бір қандай кеңес бересіз? Осы қазір видеодан кейін түсіріп отырып қой, енді бәлкім бір балалар көріп қалып, Құдай қаласа. Жоқ, мен балаларға негізі мен сол балалардың ортасында жүрем, қай жерде не болады, қайқа барады, келеді, барам, келем, шақырған жерлердің бәрінен қалмаймын мысалға да. Сонда мен не айтам? Мен айтатыным жалғыз ол спорт емес, барлық түрінде балаларға. Ең бірінші балаларға не керек жанына? Ол спортшы болсын, ол басқа болсын, қайсарлық керек, бірбеттілік керек, адамгершілік керек, имандылық керек, күш-жігер керек, алға ұмтылу керек, мақсат қою керек, талап қою керек, өзіне өзі. Оған ешкімнің қажеті жоқ. Ол өз болам деген бала өзіне сондай талап қояды. Мен сондай болайыншы, мысалы Бекзат ағамдай мен олимпиада чемпионы болайын бокстан, болмаса мен оқиын, мен елдің басқаратын, мысалға депутаттар, министрлер, президенттеріміз бекардан бекарға келіп жатқан жоқ қой. Олар да алдарына мақсат қояды, оқиды, соған талап етеді. Сондай адамда талап болу керек, күш-жігер болу керек, алдына мақсат қоя білу керек. Вот сол уақытта біздің балаларымыздың бәрі керемет жігіттер болып шығады. Мен айтамын, мен жүрген жерімді айтып жүрем. Егердан балалар, мына кішкентай біздің мына болашақ біздің өспірім балаларымыз, келе жатқан келешек Бекзаттай болып тәрбиеленсе, менің ұлымдай болып, алдына талап қойып, мақсат қойып, күш-жігеріменен, бар күш қайратыменен мен елімнің көк жалауын көтерейін деп өзінің аузынан айтқан әңгімелер кейінгі ұрпақтарға ол кәдімгі беріп кеткен, мен айтамын, артындағыларға үлгі насихаты беріп кетті ол. Мен көк жалауды көтерсем деймін, мен әнұранымды шырқатсамын деп айтып тұрған 15 жасында сол мақсат қойды алдына, сол 5 жылда сол мақсатқа жетті. Сондай етіп тәрбиеленіп, балалар өздері, ата-аналар оларды өсіреді. Одан кейін балалар өзіне талап қоя білу керек. Вот мінекей, вот сондай ата-анасының сонда бақытты ұлы қызы болады, елдің бақытты ұлы керемет арқа сүйер ұлдары болады. Солар міне осы Бекзат сияқты балалардан шығады. Мен сөйтіп айтар едім. Рахмет. Достар, мені көріп отырсаңыздар, Сырдыгүл анамыздың бүгін үйіне келіп жатырық. Апа, мына достарыма сәлем айтып қойыңыздар. Болыпты, мақұл, барлықтарына сәлем, рахмет. Балам келіп отыр. Мақсатына жет, балам. Жақсы апа. Мен айтқаныңыз келсін. Рахмет апа сізге.